Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Сәуле. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын өте дәмді кепсиді дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге тауықтың еті керек. Тауықтың қандай еті болса, үйде барымен дайындай беруге болады. Менде тауықтың сан еттері. Тауықтың сан еттерін алдымен ірі қылмай турап алу керек. Алдымен туралған етімізді маринадтап қоюымыз керек. Ол үшін бізге 1 стакан су керек. Бір ас қасық сұйық май. Бір шай қасық қара бұрыш саламыз. Жарты қасық қызыл бұрыш саламыз. Бір шай қасық паприка саламыз. Жарты шай қасық имбирь саламыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластыру керек. Дайындап алған тұздығымызды туралған тауық етінің үстіне құямыз. Енді осы тұздықты жақсылап араластырып, холодильникке 2 сағатқа қою керек. Мінекей достар, біздің тауықтар 2 сағат маринадымызда тұрды. Енді судан тұздығынан шығарып алу керек. Тауықтарды қуыру үшін 1 стакан ұнға 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық тұз салып жақсылап араластырамыз. Тауықтарымызды ұнға аунатып алып, оны бөлек ыдысқа жинаймыз. Ол ыдыс дуршлаг сияқты сетка болғаны дұрыс. Кейін суға батырғанда толықтай суға батып шығару үшін ыңғайлы. Мінекей достар, тауықтарымыздың барлығын ұнға аунатып алдық. Енді осылай суға толықтай батқанша саламыз. Қыздар, сетка ыдыс болғаны дұрыс, тауықтың үстінен су құймаймыз. Мінекей достар, осылай толығымен батқанша суға тауықтарымызды салып қоямыз. Тауықтарымызды судан шығарып алып, қайтадан ұнға аунатуымыз керек. Барлығын ұнға аунатып, дайындап аламыз. Күнбағыс майын молырақ құйып, қызып тұрған майға 10 минут тауықтарымызды қуырып аламыз. Астының отын жай қылып қою керек. 10 минуттың ішінде толықтай піседі. Біздің кепсиларымыз пісті. Енді бұны сеткада жақсы сүзіп, қағаз салфеткалардың үстіне қойып, майын сорғытырып аламыз. Достар, мінекей біздің кепсеміз дайын. Өте дәмді болып, қытырлақ болып шығады. Балаларға да, үлкендерге де ұнайтыны сөзсіз. Сіздер де байқап көріңіздер, достар. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.